Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз таным білім беру саласы бойынша жаратылыстану оқу әрекетін жалғастырамыз. Тақырыбымыз табиғат құбылыстарының ерекшелігі неде? Мақсатымыз табиғат құбылыстарын сипаттау. Жел, тұман, найзағай, жаңбыр және тағы басқалар. Балалар, сабағымызды жақсы көңіл күймен бастау үшін менімен бірге мына тақпақты қайталаңдар. Найзағайлар атылды, жерге бұршақ шашылды. Нөсер жауып бір кезде жұртты әуреге салдырды. Қозылақтар маңырап, бұзаулар да аңырап, айналаға қарасаң, көрінбейді атырап. Нөсер жаңбыр жауады, сай-саладан ағады. Жердің бәрі балшық боп, басаң балқып барады. Жарайсыңдар, енді жақсы көңіл күймен сабағымызды бастаймыз. Балалар, табиғат дегеніміз не? Есімізге түсірейікші. Табиғат жанды және жансыз денелердің тұратын бізді қоршаған әлем. Табиғаттағы жан-жануарлардың мүйізінен өсімдіктердің тамырынан дәрі-дәрмектер жасайды. Біз киетін киімдер, оқитын кітаптар және де жейтін тағамдарымыз бәрі де табиғаттан алынған. Сондықтан балалар, біз табиғатты қорғап, оны қамқорлап, пайдалы іс-әрекеттер жасауымыз керек. Ағаштарды сындырмауымыз керек. Орманға от жақпауымыз керек. Айналаны ластамауымыз керек. Енді балалар, біз сендермен табиғат құбылыстары туралы айтатын боламыз. Олай болса, мына суреттерге назар аударайық. Міне балалар, бұл табиғат құбылыстары. Әр маусымда өзгеріп отыратын өзгерістер екен. Бірінші суретте боран. Боран соғады. Тұман. Жан-жағымыз тұманданып, бұлыңғыла тұрады. Ол уақытта көліктерге жүруге кедергі келтіреді. Ұшақтар ұша алмайды. Жаңбыр. Күн суық кездері жаңбыр жауады. Жел үлейді. Ағаштарды желдетіп тұрады екен. Найзағай. Найзағай жаңбыр жауған кезде тарс-тұрс етеді екен. Қар. Айнала аппақ қар. Енді балалар, сендерге осы табиғат құбылыстарына байланысты жұмбақтар жасырайын. Мұқият тыңдап, жауабын табасыңдар. Бірінші жұмбағымыз: қанаты жоқ ұшады, аяғы жоқ жетеді, аузы жоқ үлейді. Бұл не балалар? Боран. Келесі жұмбағымыз: арыстан арқырады, орман жарқырады. Ал не екен балалар бұл? Найзағай. Өте жақсы. Келесі жұмбағымыз: қанаты жоқ ұшады, аяғы жоқ қашады. Бұл не екен балалар? Жел. Өте жақсы. Келесі жұмбағымыз: қыста ғана болады, ұстасаң қолың тоңады. Ойланайық, бұл не екен балалар? Қар. Келесі жұмбағымыз: сырылдатады шәйнегін, ұнатпаса да жұрт мейлі. Тереземіздің әйнегін жуады, бірақ сүртпейді. Бұл не екен? Жаңбыр. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Ал балалар, мына суретте нені байқадыңдар? Дұрыс, жыл мезгілдері. Ал қазір жылдың қай мезгілі? Дұрыс айтасыңдар, қыс мезгілі. Жалпы жыл мезгілдері нешеу болады? 4. Дұрыс, қане бірге қайталаймыз. Жаз, күз, қыс, көктем. Балалар, әр жыл мезгілінің өзіндік табиғат құбылыстарының ерекшеліктеріне байланысты өзгеріп отыратыны белгілі. Себебі әр жыл мезгілдерінде табиғат құбылыстарының өзіндік
ерекшеліктері болады. Мысалға айтатын болсақ, қыс мезгілінде қыс суық, аязды болып қар жауады. Қар жауғаннан кейін айналамыздың барлығы аппақ қарға оралып, өсімдіктер, жан-жануарлар ұйқыға кетеді. Көктем мезгілінде жан-жануарлардың барлығы ұйқыдан оянып, ағаштарымыз гүлдеп, жерлерімізде шөптер шығады. Жан-жануарлардың барлығы үндерінен шығып, тіршілік қайта басталады. Көктем келгенде біз құстарға ұя жасаймыз. Ағаштарды отырғызып, оларды күтеміз. Күз мезгілінде балалар, күн суып, жаңбыр көп жауады екен. Сондықтан жаңбыр көп жауып, жердің барлығы сарғайып, күннің ысуы бәсеңдейді екен. Күз мезгілінде жел көп соғады. Енді жаз мезгілі туралы айтайық. Жаз мезгілінде күн өте ыстық. Бұл ыстықта жеміс-жидектеріміздің барлығы піседі. Адамдардың барлығы қыстың қамын жазда дегенде піскен жеміс-жидектермен қысқа азықтар жасап қояды екен. Балалар, біз табиғатқа пайдалы іс-әрекеттерді жасап, табиғатты қамқорлап, аялауымыз керек. Балалар, табиғатта болып тұратын өзгерістер не екен? Дұрыс, олар табиғат құбылыстары. Олар жел, боран, кемпір-қоса, қар, жаңбыр, бұршақ. Ал енді балалар, бірінші құбылыстар туралы мағлұмат алайық. Бұлт. Бұлт та табиғат құбылысына жатады. Бұлт ұсақ су тамшылары. Биік аспанда қалықтап жүреді екен. Ауа райы жылы мезгілдерінде жаңбыр болып жауады. Ал суық кезде бұршақ және қар болып жерге түседі екен. Тұман. Тұман да табиғат құбылысы. Ол да ұсақ су тамшылары. Ол жерге таяу жиналады. Қатты тұман көлік қатынастарына бөгет жасайды. Жаңбыр. Жаңбыр бұлттан бөлініп жерге түсетін су. Балалар, біз табиғат құбылыстарымен толығымен таныстық. Енді балалар, мына табиғи құбылыстары қай мезгілінде кездеседі? Осы сұраққа жауап беріңдер. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.